Күн еңкейіп көкжиек алтын түске боялған шақ. Дарияның жағасымен үстіне ескі шапан киген көңілі сергек бір дәруіш келе жатты. Оның мақсаты балық аулау емес, табиғаттың үндестігін тамашалау еді. Кенет жағалаудағы тасаланған ескі аудың ішінен бір нәрсенің шоршығанын байқайды. Жақындап қараса, күн сәулесіне шағылысып, оттай жанып жатқан кіп-кішкентай алтын балықты көреді. Ол аудың жіптеріне оралып, тұншығып, ажалмен алысып жатыр екен. Дәруіш асықпай еңкейіп, мейіріммен балықты қолына алды. Тордың қыл жіптерін бір-бірлеп қиып, кішкентай жәндікті ақырын ғана суға жібере салды. Балық тереңге сүңгіп кетіп, сәлден соң су бетіне қайта шықты. Оның жүзінде адам айтқысыз қуаныш бар еді. Тұмсығын судан шығарып дәруішке қарап тіл қатты. «Уа қайырымды жан, сен мені өлімнен құтқардың. Мен жай балық емеспін, киелімін. Менің құдіретім шексіз. Қалағаныңды сұра. Дәстүр бойынша 3 тілегіңді орындаймын. Байлық па, билік пе, әлде мәңгілік жастық па?» Дәруіш балықтың сөзін естіп, мысқылмен жымиды. Оның көздерінде ешқандай қызығушылық та, таңданыс та жоқ еді. Ол балыққа қарап байыппен небәрі 3-ақ сөз айтты. «Өзіңе тіле байғұсым». Алтын балық аң-таң болып қатып қалды. Ал дәруіш болса ары қарай жолын жалғастырып көзден ғайып болады. Біз көбіне өз тағдырын ештеңе шеше алмайтын, өз қателігінен торға түсіп қалатын алтын балықтардан бақыт сұраймыз. Егер біреудің тілегін қабыл ететіндей құдіретің болса, алдымен өз ауыңнан неге құтылмайсың? Нағыз еркіндік біреуден мұғжиза күту емес, өз жолыңды өзің таңдау. Адамның өз жүрегіндегі тыныштық барлық ертегідегі алтын балықтан артық.